Ана мектептің басшылығына бардыңыздар ма? Қандай себептен? Мектептің басшылығына мен 3 рет бардым. Бірінші күні бардым. Алдыға дейін жұмыс істейтін қызметкерлер 4-те кетіп қалыпты. Екінші күні бардым, директор жоқ деді. Үшінші бардым, кеше бардым, өткен аптада бардым, директор қабылдамайды деді. Маған неге қағазға жазып берді, осы сайттан кіресіз, жазыласыз деді. Егер қабылдаса, сізді қабылдайды. Мен сонымен кеттім, айтып кеттім, мен маған наразымын дедім. Біздің 140-ші тұрған оқушы қазақ тобындағы, 100-ші орыс тобындағы баланың несінен биік дедім. Бұл не деген сөз? Бұл біздің білім деңгейі жоғары деген сөз. Қарапайым қазақ балаларының. Соны айттым, ескертіп кеттім. Мен оқу министрлігіне жаздым. Жаңағы қабылдау комиссиясына жаздым, Астанадағы хатты. Бірінші өтініш қылып жаздым, кейін арыз қылып жаздым. Кейін алдыңғы күні президент аппаратына жаздым. Бәрі өтті деп алды, қашан жауап беретінін білмеймін.